Барлықтарыңызға сәлем. Видеомыз басталмастан бұрын лайк басып, осы видеоға әдеттегідей 3000 лайк жинап тастайықшы. Тағы да айта кететін жайт, құрметті көрермендер, біздің соңғы салған видеомызды 70%-ға жуық адам арнамызға тіркелмей көрген екен. Біз QRF ұжымы осы жылдың соңына дейін 50 000 жазылушы санына жетуді қалаймыз. Мына видеомызда олай болмасын. Арнамызға тіркеліп, бізге аз да болса шабыт сыйлаңыздар. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы, бүгін біз Дональд Даггердің жұмбақ жоғалуын қысқаша баяндап береміз. Бір үйде 3 бірдей мүгедек бар. 3 бірдей мүгедек бар. Сағыр анамыз ол кісілерге қарайды. Өте қиын. Достарым пәленшен той қызын ұзатып жатыр, баласын үйлендіріп жатыр дейді, ондай жерге барамаймын да. Үйде естіп жатырмын. Ондай жерден жіпті көрсем, осы асыл үлестан бігін. Қайсы жіптаңымнан да отқа таста жіберем аламды қойш. Қызымнан оғыл қойш, әкесен қамбасыл, әкесінің тілі бір ғой. Қызымнан оғыл шығар дейміз. Кейде мына балама да ұрса, майса өзің ептесей сен жүресің ғой, сөйлесің ғой деймін. Психологический жағынан бар да балам енді ол. Денім сау болыңызды бұндай тірлік болмасын деді. Қолдан келгенше көмек береш ағайындап, енді өздерін көріп тұрсыңдар, қиын отбасы екен. Сіздерге тенеміз, барынша қолдау сіздерге. Дональд Даггер, Рочестер қаласының Миннесота штатынан. Ол Канаданың шекарасына жақын жердегі кішігірім Ворроу қаласындағы транспорттық компанияда жүк көлігінің жүргізушісі болып қызмет атқарған. Бос күндері аңға барып, балық аулауға барып қайтатын. 2012 жылдың 11 тамыз күні ол өзінің кезекті рейсінен келе жатады. Жолда Ворроуге тоқтап, артық заттарын жүк көлігінен өзінің көлігіне салады да үйіне қарай аттанады. Шамамен таңғы 4:30-дарда Дон әпкесі Дианаға хабарласып, жүк көлігінің жанында біреулер жүргенін айтады. Диана Дональдтың біреулермен кімсіңдер, не керек деген секілді сөйлесіп жатқанын естиді. Қыз сәл қорқа бастайды. Дон оған, мен қазір полицияға хабарласамын деп тұтқаны қояды. Tozo County 911. Yeah, there's supposedly someone outside here. And I keep asking who it is and nobody's saying anything. Okay, who am I talking to? Don Duggar. Don who? Duggar? Duggar? Okay, and what's your phone number? Or your address? Give me your address. I'm from Rochester, Minnesota. Okay, and where are you at? I'm in War Road, and I work for... And this place where he puts his semi-trailers in his semi. Okay, at whose place? In town. Okay. And there appears to be a bunch of movement and stuff up. Okay, you don't know where in town? Yep. Right by the clinic. Kitty corner from the portaway to the clinic, just north of there. Just east of Marvin Windows. Okay. Track. Okay, hang on. Stay with me on the line, okay? 1016. I have a person on the phone called 911. He is staying at a place where has his trailers in his truck. It's kind of kitty corner from the clinic there, north of the clinic. He hears some activity outside, if you can check that out. Yeah, it's just east of Marvin Windows, across the tracks there.
You're on the east side of the road, correct? West side of the street road that we're on. Okay, and you would be in a camper or? In a semi. Okay, hang on. The reporting party is on the west side of the road. He will be in a semi, but he said he hears some activity outside. The location is just east of Marvin Windows across the tracks there. It's kitty corner from the clinic. And what kind of activity or noises do you hear? Do you hear people? Do you see anyone? Oh, there's movement out there, and with my camera, I'm negative. I can see stuff, but I don't know what they are for sure, I guess. But I keep asking for an answer, don't get one, so Okay. I'm not 100%. It's good they'll check it out. Do you want to stay on the line with me, or are you? No, I'm fine. Okay. I know the local number, so. Okay, if anything changes, call back, okay? Alright. Alright, thanks. Bye. Өкінішке орай дыбыстың нашар жазылуына байланысты Дональдтың нақты не айтып жатқаны әрең естіледі. Ол операторға Ворроуде екенін айтады. Нақты қайда тұрғанын білмейді. Көліктің ішінен терезеден қарап, қайда тұрғанын суреттеуге тырысады. Дала өте қараңғы еді. Дональд фурасын Марвин Windows зауытының шығысына қойғанын айтады. Солай оператор бұның бәрін полициялерге жеткізеді. Зауыттың жанында темір жол бар еді. Дыбыс сапасының нашарлығынан фураның нақты қай жерде тұрғанын болжау қиын. Түсінуімше, Дональдтың жүк көлігі осы аумақта тұрған. Дональд не үшін 911-ге хабарласты деген сұраққа тоқталсақ, ол операторға көліктің сыртында бірдеңе болып жатқан секілді дейді. Сыртта түсініксіз дыбыстарды естіп, не екенін көру үшін телефонның камерасынан түнгі режимді қосады. Бірақ ештеңе көре алмайды. Диалогтың аяғында Дональд сыртқа шығып тексеретінін айтады. Диспетчер болса ол жаққа полициялерді жібереді. Полициялар келгеннен соң Дон жүк көлігі жақтан жүгіріп жүрген біреуді көрген жоқсыздар ма деп сұрақ қояды. Офицерлер ешкімді байқамадық дейді. Дональд біреулер орманға қарай жүгіріп бара жатқанын көріпті. Полициялер аймақты тексеріп, ештеңе таба алмады. Даггердің сөзіне қарасақ, ол камуфляж киім киіп жүрген 10 шақты адамды көрген екен. Телефонынан түнгі және негатив режимдерді қосып, кімдер екенін анықтағысы келді. Солай полициялермен бірге жүк көлігінің айналасын тексеріп, ешкімді таппайды. Полициялердің сөзінше, ол уақытта Дон сабырлы, ешқандай қорқып тұрған жоқ еді. Полициялер аумақты тағы да қарап шығады. Бірақ бұдан ештеңе шықпайды. Содан соң 911-дің диспетчеріне хабарласып, жағдайды баяндайды. Солай офицерлер кетіп қалады. Бірақ арадан біраз уақыт өткен соң, сол аумаққа олар қайта барады. Анықтауымызша, полициялар кеткеннен соң Дональд ол адамдарды тағы да көрген. Полициялер, «Дәке, сіз бәлкім галлюцинациямен ауыратын боларсыз. Емханаға барып қаралғаныңыз дұрыс деп ұсыныс тастайды». Бірақ Дон бас тартады. Полициялер Даггердің жүк көлігін тексереді. Бірақ заңсыз тауарлар табылмайды. Осы уақытта полициялерге қоңырау түсіп, дереу кетуге мәжбүр болады. Полициялар кеткеннен соң Дон жалғыз қалады. Және оны осыдан соң ешкім көрмеді. Бірнеше күн бойы Дональдтың апасы мен ағасы онымен байланыса алмағаннан соң, ресми түрде ол із-түссіз жоғалғандардың қатарына қосылады. Бір аптадан соң түсініксіз нәрселер орын ала бастайды. 18 тамызда аңшылар орманның шалғай аймағында балшыққа батып қалған Hyundai Elantra көлігін тауып алады. Көліктің номерін тексеріп қараса, бұл автокөлік Дональд Даггердің атына тіркелген екен. Полициялер онымен телефон арқылы байланысуға тырысады, бірақ нәтижесіз. Одан соң полициялер Донның үйіне барады. Ол да нәтиже бермей, есікті ешкім ашпайды. Оқиға орнын тексеру кезінде көліктен Элквуд зиратына қарай апарған бірнеше із табылды.
Кейінірек көліктен 800 метр қашықтықтан бір камуфляж қолғап табылды. Туыстарының айтуынша, ол Дональдқа тиесілі екен. Көліктің бардачогында 2 оқ тола оқ жатары бар тапанша табылады. Бұл тапанша Дональдқа тиесілі екен. Ол қару алып жүруге рұқсат алған. Туыстарының айтуынша, ол тапаншасын ешқашан қасынан тастамайтын. Ешкім автокөліктің осы жерден табылғанын түсінбейді. Осы аумақ соңғы рет көрген қаладан 45 шақырым жерде орналасқан. Дональд бұл жерге кездейсоқ айдап келуі мүмкін емес сияқты. Сонымен қатар, Hyundai Elantra мен бұндай жолмен жүру көптеген қиындық туғызады. Бәлкім үйге бара жатып, көлікті бұрып жіберген болар. Бәлкім біреуге көмектесуге барған болар. Бірақ неге ол өзімен айырылмас серігіндей болған тапаншасын алып жүрмеді? Мүмкін біреу көлікті тығу үшін осы орманға алып келіп, көлік қыстырылып қалғаннан соң тастап кеткен шығар. Көлікті Дональд қалдырмаған деп есептесек, шамамен 800 метр жерден табылған қолғап жайлы не айтуға болады? Туыстарының айтуынша, бұл қолғап 100%-ға Дональдқа тиесілі. Полицейлер иіс сезгіш иттер мен тікұшақтарды қолданып, іздеу жұмыстарын жалғастыра берді. Солай оның телефоны табылды. Ол соңғы рет 11 тамыз күні таңертең 911-ге хабарласқан еді. Одан соң оның телефонының қуаты таусылып қалған болуы мүмкін. Немесе оны әдейі біреу өшірді. Полициялар бейне бақылау камераларының жазбаларын тексерді. Орроудағы бір жанармай құю бекетінде Дональдтың көлігі қаладан шығып бара жатқаны көрінеді. Бірақ ішіндегі жүргізуші көрінбейді. Дональдқа не болуы мүмкін? Ол таңертең апасына қоңырау шалып, артынша полицияға хабарласты. Жүк көлігінің сыртында 10 шақты камуфляж киім киген адамдар жүргенін жеткізді. Олар сонда кім? Полиция келгенде қалай жоғалып кетті? Бәлкім, полиция келгенін естіген уақытта орманға қарай тығылып қалған болар. Өйткені Дональд полицейлерден орман жақтан адамдар көрмедіңіз бе деп сұрады. Бірақ оларға Доннан не керек болды? Кейінірек Донның қасында қомақты қаражат болғаны анықталды. Дон қайтар уақытта оған 3 айдың жалақысы бірден түскен екен. Осыны білгендер оны тонағысы келген шығар. Дональд жүк көлігін тастап, өз көлігіне отырып, үйге қайтар жолда біреулер оның ізінен ерген. Артынша Дон олардан қашамын деп, орманға лайға батып қалған. Солай амалсыздан жаяу қашуға тырысқан. Ізінен адамдар қуып келе жатса, не себепті қаруын қасына алмаған екен? Кейбір адамдар ол галлюцинациямен ауырады деп болжады. Бірақ туыстары бұл нұсқаны теріс деп танытып, ол ешқашан есірткі қолданбағанын растады. Ол психикалық аурумен ауырса, оған қару ұстауға рұқсат етілмес еді ғой. Тағы бір түсініксіз жағдай оның жұмыс орнымен байланысты. Дон жұмысқа шықпағаннан соң, бастығы оған не болды екен деп бір рет болсында хабарласпаған. Оның орнына жоғалғаннан 2 күн өткен соң, оның жүк көлігімен басқа адам жұмыс жасап жүреді. Бір қызығы, Дон жоғалғаннан жарты жылдан соң тасымалдаушы компания жұмысын тоқтатады. Осылайша Дональд Даггер әлі күнге дейін табылған жоқ. Осылайша видеомыз аяқталды. Дональд Даггердің жоғалуына кімнің қатысы болуы мүмкін? Пікірлеріңізді комментке жаза кетіңіздер. Лайк басып, осы видеоға әдеттегідей 3000 лайк жинап тастайық. Оған қоса, арнамызға тіркеліп, осы жыл аяқталамын дегенше 50 000 жазылушы санына жетуге көмектеріңізді көрсетсеңіздер екен дейміз. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.